Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде соңғы кезде мерекелік дастархандарымыздың сәнін келтіріп жүрген ең тәтті әрі әдемі хит болған восточный пирогымның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте тәтті болып шығатын, үлкенге де кішіге де ұнайтын, ауызға салса еритін осы восточный пирогының жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің жаңадан шығатын видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында ұмытпай басып кетіңіз. Сол кезде менің жаңадан шығатын видео рецептімді бірінші болып сіз көретін боласыз. Пирогымызды пісіретін ұнымызды міндетті түрде ситыдан өткізіп аламыз. Ұнымыздың салмағы 300 грамм. Пирогымыздың қамырын дайындау үшін бізге керек болады қант, қопсытқыш, 1 түйір жұмыртқа және май. Майдың аса қатты қымбат түрінен емес, осындай закрома түрінен алдым. Егер де сары майыңыз болмай жатса, жақсы маргаринмен де алмастыруға болады. Бөлме температурасындағы майымызды ұнның үстіне салып, қолымызбен әбден езіп, жақсылап араластырып аламыз. Май мен қамырымызды осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін, енді үстіне қантымызды, қопсытқышымызды салып, тағы да қолымызбен әбден езіп, жақсылап араластырамыз. Ең соңында қамырымыз осындай біркелкі, күріштің көлеміндей ғана түйіршік біркелкі болып шығу керек. Қантпенен, майменен әбден жақсы араласқан қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді үстіне 1 түйір жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейміз. Жақсы біріккен қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Енді осы қамырымызды салфан қалтаға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пирогымыздың аты айтып тұрғандай, салмасына осындай кептірілген жемістер пайдаланамыз. Үйіңізде қандай кептірілген жемістер бар? Не болмаса өзіңіз ұнататын кептірілген жемістің барлық түрін пайдалана бересіздер. Алдыменен барлығын жақсылап жуып кептіріп аламыз. Қосатын керек жаңғағымызды да жуып алғаннан кейін духовкада қыздырып қуырып аламыз. Әрі таза болады, әрі дәмдірек болады. Кептірілген жемістерімізді осылай етіп, майдалап, көбіктеп турап аламыз. Жемістеріміздің барлығын майдалап турап алдық. Мейізімізді осылай бүтін күйінде саламыз. Кептірілген шиеміздің майдаларын екіге бөліп,
үлкендерін 3-4 бөлікке бөлеміз. Жаңғағымызды да пышақтың жүзімен осылай өте қатты майдаламай турап аламыз. Жемістерімізді осылай қасықпенен жақсылап араластырып аламыз. Кейбір кездері дайын болған пирогымызды формадан алу қиынырақ болып жатады. Мен сіздерге бір лайфхак, кішкене ғана осындай майда алып, алдын ала формамыздың ішін жақсылап майлап шығамыз. Формамызды майлап алдық. Енді қалтадағы қамырымызды алып, формамызға салып, қолымызбенен жайып шығамыз. Қамырымызды осылай біркелкі етіп, формамызға жайып алдық. Енді піскен кезде қамырымыз көтеріліп кетпес үшін шанышқымен осылай әр жерден шаншып шығамыз. Қамырымызды формамызға осылай жақсылап жайып алғаннан кейін, енді кептірілген жемісіміздің тек қана жартысын саламыз. Жартысын салып, қасықпен тегістей жіберіп, үстіне қойылған сүтіміздің жартысын құямыз. Қайтадан үстіне жемісімізді салып, сүтіміздің қалғанын құйып, қасықпенен осылай жайып, тегістеп аламыз. Жидектерімізді тегістеп салып шыққаннан соң, қалған қойылған сүтімізді қасықпенен бетіне тегістеп жағып шығамыз. Сүтіміз біркелкі сіңу үшін кішкене осылай столдың үстінде сәл-пәл ұрғылап аламыз. Осы уақыт аралығында духовкамызды қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Әркімнің пеші әртүрлі қызады. 200 градус ыстықта қызып тұрған духовкамызда пирогымызды 35-40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды да духовкада ұзаққа қалдырмаймыз. Пирогымыздың құрамындағы тәтті сүт пирогымызды күйдіріп жібереді. Сондықтан да пісу ойына бірден алуды ұмытпаймыз. Піскен пирогымызды да міндетті түрде 3-4 сағатқа суытып барып формасынан аламыз. Пирогымызды пісіретін ыдысымыз осындай съемный болу керек, не болмаса бір жағынан ашылатын болу керек. Бағанағы видео барысында өзім көрсеткен лайфхагымыздың арқасында пирогымыз оп-оңай алынды. Мінекей пирогымыз дайын болды. Өте тәтті әрі әдемі шықты. Барлығына ұнайтын сөзсіз, осы рецептпен міндетті түрде дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Іске сәт. Видеоны соңына дейін көргендерің үшін көп-көп рахмет. Қолдап кеткендерің үшін де көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман, саулықта болайық.